Сәлеметсіздер оқушылар. Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеттері. Оқушылар, бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін бірінші сабағын өтетін боламыз. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы қола дәуірі ескерткіштерінің қандай ерекшеліктері бар? Сабақтың мақсаты Андронов мәдениеті мен Беғазы Дәндібай мәдениетінің айырмашылықтарын анықтау. Әлкей Марғұланның Қазақстан археологиясының дамуына қосқан үлесін саралау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Металл өндірісінің шаруашылыққа тигізген ықпалын анықтадыңыздар. Ең алдымен оқушылар білімнің сайтын пайдаланып, Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеттеріне байланысты бейне материал көреміз. Тарихи жәдігерге не себепті Андронов мәдениеті деген атау берген? Андронов тайпалары немен айналысқан? Олардың баспаналары қандай болған? Андронов тайпалары қоныстарының ерекшелігі неде? Беғазы Дәндібай мәдениетін кім ашты? Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын ескерткіштердің ерекшелігі неде? Әлкей Хақанұлы Марғұлан кім деген сұрақтарға жауап іздейік. Тарихи жәдігерге не себепті Андронов мәдениеті деген атау берген? Андронов мәдениеті оңтүстік Сібірдегі Ачинск қаласының маңындағы Андронов селосының аумағынан табылған. Сондықтан бұл ескерткіштер табылған жердің атына байланысты Андронов мәдениеті деген атау алған. Археологтар қола дәуірінің бұл мәдениетін ең алғаш 1914 жылы тапқан. Андронов мәдениетінің аумағы негізінен бүкіл Қазақстанды қамтиды. Андронов тайпалары немен айналысқан? Андронов тайпаларының негізгі кәсібі әрине мал шаруашылығы болған. Олар 4 түлік малдың барлығын өсірген. Тамақтары да негізінен ет пен сүттен алынған. Ал өзен, көл маңында тұратындар егіншілікпен айналысып, арпа, бидай, тары өсірген. Арасында өзеннен балық та аулап жеген. Андроновтардың баспаналары қандай болған? Баспаналары жартылай жертөле болды. Тұрғын жайдың төбесін бірнеше тіреумен тірелген екі жақты немесе киіз үйдікіндей шатыр жапқан. Үй салуға көбіне бөрене пайдаланды, ал бөрене болмаған жағдайда үйді тастан қалап салды. Қоныстарын өзен немесе көлдің жағасына салған. Баспанамен іргелес мал ұстайтын қоралары да болған. Қоныстары әдетте 10-20 тұрғын үйден тұрды. Андронов тайпаларының қоныстарының ерекшелігі неде? Қонысқа жақын жерде рулық зираттар орналасқан. Қайтыс болған адамды бір қырынан қол аяғын бүгіп, ана құрсағында жатқандай жерлеген. Қайтыс болған адамды еңбек құралдары және қару жарақтармен бірге жерлеген. Кейбір аймақтарда кремация, мәйітті өртеу ғұрпы тараған. Бұған тұрақтардан табылған күйген сүйек қалдықтары дәлел болады. Беғазы Дәндібай мәдениетін кім ашты? Академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан орталық Қазақстан жерінен қола дәуірінің теңдесі жоқ ескерткіштер кешені Беғазы Дәндібай мәдениетін ашты. Мәдениет аты Беғазы және Дәндібай қоныстарындағы алғашқы зерттелген обаларға байланысты қойылған. Беғазы Дәндібай өңірінен 50-ден астам қорған табылған. Беғазы Дәндібай тайпаларының өзіндік шаруашылық түрлері қалыптасқан. Тайпалар металды балқыту, егін егу, мал шаруашылығы, сауда ісімен айналысқан. Беғазы Дәндібай мәдениеті ескерткіштерінің ерекшелігі неде? Бұл мәдениетке Атасу өзенінен Ертіске дейінгі байтақ даладан табылған ескерткіштер кіреді. Олардың қатарына Ақсу аюлы 2, Ортау 2, Байбала 2, Бесоба, Бұғылы 3 қорымындағы зәулім тас обалар жатады. Бұл обалар әлеуметтік сатыда жоғары тұрған көсемдерге арнап салынған. Ақсу аюлы 2 қорымындағы ең үлкен обаның биіктігі 2 метрден асады, ал диаметрі 30 метр. Беғазы Дәндібай обаларынан қол аяғын созып, шалқасынан жатқызып жерлеген адамдардың сүйектері кездеседі. Бұл олардың жерлеу ғұрпының ерекше болғанын дәлелдейді.
Қабір жанынан үй жануарларының сүйектері көп табылды. Бұл қола дәуірінде мал санының өсіп, шаруашылықтың дамығанын көрсетеді. Беғазы обаларының ерекшелігі діни ғұрыптық заттардың қойылғаны, құрбандық шалуға арналған арнайы орындардың болуы. Қазба жұмыстары барысында тас тесенің табылуы тайпалардың егіншілікпен айналысқанын білдіреді. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Суреттегі тұлғамен танысайық. Әлки Хаханұлы Марғұлан, әдебиеттанушы, өнертанушы, шығыстанушы, ғалым. Ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы. Бүкіл одақтық география қоғамының толық мүшесі. 1933 филология ғылымдарының докторы. 1945 Қазақстан ғылым академиясының академигі. 1958 Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. 1961 оның редакциясымен Шоқан Уәлиханов шығармаларын 5 томдық толық академиялық жинағы жарық көрді. Ал енді оқушылар Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеттеріне байланысты қысқаша конспект оқитын боласыздар. Конспектті оқымастан бұрын кремация және жертөле дегеніміз не екенін дәптерімізге жазып аламыз. Кремация – мәйітті өртеу ғұрпы. Дәптерімізге жазып аламыз. Яғни басқаша айтқанда оқушылар қайтыс болған адамның денесін жерлемеген, ал өртеп жіберген. Соны біз кремация деп атаймыз. Жертөле жерден қазылып, бұтақтармен өріліп, топырақпен жабылған баспана. Егер жазып болса оқушылар, қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар конспектті оқып болсақ, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді мұқият оқып шығып, қай мәдениет туралы айтылғанын анықта. Бірінші, 1914 жылы оңтүстік Сібірден табылған бұл мәдениет ескерткіштері кейін Қазақстанның барлық аумағынан кездесті. Бұл Беғазы Дәндібай мәдениеті ме, немесе Андронов мәдениеті ме? Біреуін оқушылар таңдаймыз. Екінші, академик Әлки Марғұлан орталық Қазақстан жерінен қола дәуіріне жататын кешенді ашты. Бұл мәдени кешенге Ата-су өзенінен Ертіске дейін байтақ даладағы ескерткіштер кіреді. Беғазы Дәндібай мәдениеті ме, немесе Андронов мәдениеті ме? Біреуін таңдаймыз. Егер оқушылар сіздер мұқият бейне материалды көрген болсаңыздар және конспектті дұрыстап оқысаңыздар, міндетті түрде жауабын білесіздер. Бірінші тапсырмамызды аяқтасақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, берілген мәліметтерді топтастыру керексіздер. Бізде екі мәдениет беріліп тұр, өздеріңіз көріп тұрсыздар, Андронов мәдениеті және Беғазы Дәндібай мәдениеті. Бірінші, адамды бір қырынан қол аяғын бөгіп, ана құрсағында жатқанда етіп жерлеу дәстүрі. Бұл Андронов мәдениеті ме, немесе Беғазы Дәндібай мәдениеті ме? Қоямыз біреуіне. Екінші, шалқасынан жатқызып, қол аяғын соза жерлеген адам сүйектері табылған мекен. Андронов немесе Беғазы Дәндібай мәдениеті. Біреуіне ғана қоямыз. Үшінші, қорымдардан табылған күйген сүйек қалдықтары
кремация ғұрпының болғанын дәлелдейді. Андронов немесе Беғазы Дәнібай мәдениетін біреуіне қоямыз. Төртінші, зәулім тас обалар көсемдерге арнап салынған. Андронов немесе Беғазы Дәнібай мәдениеті біреуіне ғана қоямыз. Бесінші, діни ғұрыпқа қатысты заттарды қоюға, құрбандық шалуға арналған орындары бар мекен. Андронов мәдениеті немесе Беғазы Дәнібай мәдениеті біреуіне ғана қоямыз. Оқушылар, егер екінші тапсырмамызды орындап болсақ, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.